Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қыста рахаттанып отырып жейтін қызанақ салатын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бұл біздің жылда жасайтын сенімді рецебіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін өткізбей қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен пиязымызды алып, сыртын аршып, жуып тазалап аламыз да, осылай турап алатын боламыз жіңішке етіп. Барлығын турап алдын ала дайындап аламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын да ішкі керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Мен әртүрлі түсінен пайдаландым, жасыл және қызыл. Сіздер тек қызыл түсін пайдалансаңыздар болады. Оны да осылай ұзынша етіп тураймыз. Қалауыңыз бойынша басқаша етіп турай беруге болады, бірақ осылай тураған әдемі болып көрінеді. Болгар бұрышын да барлығын турап алдын ала дайындап аламыз. Бұл салат нан батырып жегенге өте керемет болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Келесі кезекте сәбізімізді алып, оны үккіштің көмегімен барлығын өткізіп шығамыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап көріп жасай беріңіздер. Сарымсақты да алып, пышақтың көмегімен ұсақтап турап шығамыз. Егер видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп кетуде ұмытпаңыздар. Видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде бөліссеңіздер болады. Қызыл ащы бұрышымыздан 2 дана қосамыз, қатты ащы болмайды, өте керемет дәм береді. Дәнмен бірге тураңыздар. Қалауларыңыз бойынша көбейтіп не азайта беруге болады. Осылай турап дайындап алдық. Ең соңында бір пучок кинза және де укропымызды алып, оны да ұсақ етіп турап аламыз алдын ала. Ал қызанақтарымызды алдын ала жуып тазалап, керек емес бөліктерін алып тастаймыз да, майда бөліктерге бөліп аламыз, және де ет тартқыштың көмегімен барлығын өткізіп шығамыз. Өте керемет дәмді салаттардың бірі, сондықтан жасап көріңіздер. Ал сіздер қызанақты қандай әдіспен жасайсыздар, комментарияда өз ойларыңызбен бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Барлығын осылай өткізіп дайындап алдық. Келесі кезекте енді ыдысымызға, кастрюлемізге пісте майымызды құямыз. Кішкене қызғаннан соң үстінен пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бетін жауып 5-10 минут аралығында осылай қуырып алдық. Одан кейін сәбізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Астын қатты отқа қоямыз. Жақсылап араластырып тұрыңыздар, көлемі кішірейіп, өзі қуырылған кезде келесі ингредиенттерімізді қосуға болады. Мінекей осылай бұрқылдап қайнап шықты, көлемі кішірейді. Келесі кезекте болгар бұрышымызды да қосып аламыз. Болгар бұрышын қосқаннан соң тағы да жақсылап араластырып, біздің осы болгар бұрышымыз көп болып тұр. Жақсылап қуырсаңыздар, осылай көлемі 2 есе кішірейеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластыра отыра қуырып аласыздар. Одан кейін бізде ет тартқыштан өткізілген қызанақтарымызды қосамыз, үстінен барлығын құямыз қуырылып болғаннан кейін. Және де жақсылап астынан үстіне қарай араластырамыз. Қою бөлігі астында қалып кетпеу қажет. Отымыздың асты әлі де қатты болып тұрады. Салатымыз бір қайнап шыққанша қатты отта ұстаймыз. Жақсылап араластырып алыңыздар, бетін жауып қайнатамыз. Осылай әдемі түрі тәбет ашарлықтай болып шығады. Бір қайнап шыққаннан соң астын орташа отқа қойып, үздіксіз араластыра отыра, бетіндегі суы тартылғанша 40 минут немесе 1 сағат аралығында қайнатып алыңыздар. Міндетті түрде 10-15 минут сайын қозғап тұруды ұмытпаңыздар, өйткені қою бөлігі астына түсіп, сұйығы бетіне шығып, асты жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін пісуіне аз қалғанда татымына қарай тұз және құмшекерді саламыз, жақсылап араластырамыз.
Тұзды татымына қарай қосыңыздар. Құмшекерді біз қызанақтың қышқылдығын кетіру үшін қосатын боламыз. Міндетті түрде қосыңыздар. Ешқандай тәтті де дәм бермейді. Керемет болып шығады. Пісуіне 10-15 минут қалғанда ұсақтап туралған сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды қосып жақсылап араластырыңыздар. Одан кейін уксусымыздан 2 ас қасық қосамыз. Қара домалақ бұрышымыздан да саламыз. Бір алақандай видеода көріп тұрғандарыңыздай лавр жапырағынан 4-5 данасын салып, жақсылап араластырамыз. Бұл заттар өте керемет, ерекше дәм береді. Міндетті түрде қосыңыздар. Ең соңынан аскөгіміз бен кинзамызды қосып, жақсылап араластырып, тағы да бір 10 минут қайнатамыз. Сонымен біздің салаттарымыз дайын. Салатымыз дайын болды. Қоюланды. Банкілерімізді стерилдеп аламыз. Банкамыздың қақпақтарын қайнатып алып, енді салатымызды ыстық күйінше ыстық банкамызға құйып шығамыз. Сіздерге лайфхак, егер банканы осылай құятын аузына воронкаңыз болмаса, осылай миксировканың ыдысын пайдалансаңыздар болады. Қою мен сұйығын араластыра отырып, құйып шығамыз. Бетін жауып, енді ыстықтай жақсылап ауа кірмейтіндей етіп жауып шығамыз. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Дайын болған банкаларымызды теріс қаратып, одеяломен жауып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.